Қоғамдағы әрбір азаматтың өз құқықтары бар, бірақ жауапкершілік жүгінде әсте естен шығаруға болмайды. Қоғамдық жауапкершілік бұл бір-бірімізге деген құрмет, заңды сақтау және ортақ тәртіпке бағыну. Біз жауапкершілікті сезінгенде ғана таза әрі қауіпсіз қоғам қалыптастырамыз. 2011 жылы қазанның 11-інде діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң қабылданды. 6 тарау 25 баптан тұратын. Қазіргі таңда діни қызмет саласындағы бүкіл мәселелер сол заңның талаптары бойынша өлшенеді. Егер Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген діни конфессияға қарасты діни бірлестіктер мен филиалдар өзінің аумағынан шығып, қоғамдық орындарда немесе басқа жағдайларда діни көзқарастарды білдіру, діни мазмұнда әдебиеттерді таратса, онда әкімшілік жауапкершілік қаралған. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 490 бабына сәйкес заңсыз орында миссионерлікпен айланысу сынды дүниелермен әкімшілік жауапкершілік қаралған. Яғни әлеуметтік желілерде соттың шешімімен тыйым салынған экстремистік террористік ұйымдардың көзқарастарын білдіру, олардың материалдарын жүктеп алу, екінші бір адамға жіберу немесе насихаттауда қылмыстық кодексіндегі аталған баптар бойынша жауапкершілік қаралғанын ескергеніміз жөн болады. Құқықтық жауапкершілік бұл заңға бағыну, өз құқығыңды қорғау және басқалардың құқығына құрметпен қарау. Заңды білу саналы азаматтың белгісі. Өз құқыңды біл, өзгелердің құқығын бұзба. Жауапкершілік жеке бастан басталады. Әркім өз ісіне есеп берсе, біздің ортамыз одан сайын әділетті, бейбіт және қауіпсіз бола түседі.